Сәлем жас физик, бүгін біз изотермиялық процеске келген сізден есепті шығаратын боламыз. Міндеттерден соңына екі өйткені мен бір емес екі жолын ұсынатын боламын. Бірінші берген оқулық 17-ші есеп екен. Тігінен орналасқан цилиндр ішіндегі массасы 1,6 кг, ал ауданы 8 см квадрат поршень, астындағы газ бағанының биіктігі 25 см. Поршень үстіне массасы 2,4 кг жүк қойған кездегі газ бағанының биіктігі. Үстіне зат қойғаннан кейін ол төмен қарай түседі негізінде, бірақ мында 25 сантиметрден көп вариант жоқ, сондықтан бүкіл дұрыс болуы мүмкін. Енді мынаған назар аударайық. Изотермиялық процесс дейді, және де 100 килопаскаль атмосфералық қысымы қалыпты атмосфералық қысым екен. Так, осы жерден суретін салсақ бірінші. Так. Негізінде бұндай кішкене жоғары деңгейлі есептері сурет салған пайдалырақ болады түсіну үшін. Мына осы поршень өзі ішінде орналасқан газы сығып, және оның биіктігі бізде 25 сантиметр деп айтып отыр. Егер біз осының үстіне зат қоятын болсақ, оның бұлайтқан кезде поршень төмен қарай түседі. Төмендетіп орналастырып қойын. Бірақ оның үстінде тағы да бір зат бар. Яғни ол 2,4 кг зат бар. Сонда мынау биіктік қанша деп сұрап отыр ғой? H2-ін сұрап отыр ғой. H1 тең бізде 25 сантиметр. Бұны табу үшін ең бірінші, бұл енді түсет тоқтайды ғой. Тоқтайды қашан? Сыртқы қысыммен тең болған кезде. Яғни екі қысым біріне тең болады. Бұған енді қандай қысымдар әсер етеді деген сұраққа жауап алсақ. Бірінші жағдайда әсер ететін еді атмосфералық қысым және поршеньнің қысымы. Яғни mg бөлінген s әсер ететін еді. Мұнда қазір атмосфералық қысымнан бөлек, мұнда әсер етеді жаңағыдай mg-ға бөлек, mg бөлінген s. Мұнда бір, яғни бізде уже бұл m2g, яғни басқа mg бөлінген s бар. Яғни бұл жағдайда уже 1,6 кг емес, бұл жерде 1,6 қосылған 2,4. Яғни мына жерде масса 2-ні тауып алатын болсақ, масса 1 қосамыз масса 2 тең болады қанша? 1,6 қосамыз 2,4, сонда 4 кг шығып кетеді деген. Басында 1,6 кг болатын болса, қазір 4 кг. Енді бастапқыда P1 қысым есептеп алсақ, ол дегеніміз атмосфералық қысымы қосамыз m1g бөлінген s. Сонда ана жерде 10-5 дәрежесіндегі паскаль ғой негізінде. Қосамыз 10-5 дәрежесі деп жаза берейін. Так. Қосамыз, массамыз бізде 1,6 көбейтеміз, 10 бөлеміз. Мына 8 см квадрат айналдырған кезде 8 көбейтілген 10-ның -4 дәрежесі. Үстіне барғанда 5 дәреже, сонда бізде 10-5 дәрежесі қосамыз 0,2 көбейтілген 10-ның 5 дәрежесіне қысқарады ғой, 0,2. Сонда бізде 1,2 көбейту 10-ның 5 дәрежесі. Бұл бізде P1 қысым. Енді P2 қысым табатын болсақ, P2 қысым тең болады. P0 қосамыз m2g бөлінген s. 10-ның 5 дәрежесі. Мұнда қосамыз 4 көбейтілген 10 бөлінген 8, 10-ның -4 дәрежесі. Так, сонда ана жерде қысқарады 2-ден 1, 0,5 ғой сонда. 10-ның 5 дәрежесі қосамыз 0,5 көбейтеміз 10-ның 5 дәрежесі. Демек 1,5 көбейту 10-ның 5 дәрежесі екен. Енді біз мынандай мәселе. Жалпы процесс изотермиялық, яғни Т тұрақты. Т тұрақты екен ескерейік. Одан кейін Т тұрақты болатын болса, онда бізде қысымның көлемге көбейтіндісі тоже тұрақты. Бұны ашып жазатын болсақ, онда P1 V1 тең P2 V2. Ашып жазатын болсақ, жалпы V дегеніміз ол табаны, көбейтілген H қой. Сонда P1 көбейтілген S табан көбейтілген H1 тең P2 көбейтілген S табан көбейту H2. Табандардың ауданы қысқарып кетті. Кетті. Сонда бізде P1 көбейтілген H1 тең P2 көбейтілген H2. Не үшін айтып отыр? Жалпы бұндай есептерді шығарған кезде жалпы екі шама
физикалык салмак көбейтилетін болса, олар кері пропорционал деген сөз. Яғни бізде мысалы қысым артқан болса, онда бұның биіктігі кемейді. Оны басында 25 сантиметр болса, біз аламыз да H2-ні. Немесе тауып та қойдық қой. Мұнда P1 H1 бөлінген P2-ге сонда бізде қанша шығады екен? Есептеп көре салайықшы. Калькулятормен алып көрейін. Так, мұнда P1-іміз 1,2 көбейтеміз 25 сантиметрмен алайын. Так, 1,2 көбейтеміз 25-ке бөлеміз 1,5-ке. 20 сантиметр шығады екен. Міне осылай болар. 20 сантиметр. Енді мынандай сұрақ. Комментарий жауап беріп кетіңіздер. Т тұрақты болатын болса, кімнің заңы деп аталады?